сен хабарластың ғой. Тоқтаңыз, мен хабарласқам. Осыда 10 күн бұрын бізге өзі уәде берген. Бүгін деп па? Бүгін, иә, өйткені 10 күн бұрын Запись бар. Запись бар. Скрин жасап береміз. Скрин жасаймыз оны. Бізді бүгін қабылдаймыз. Қабылдамағаннан бұрын дөңгелек стол өткізіп береміз деп жазылған. 30-10 сағат 10:00 деп. Не келген халық ауылдың адамдар? Айтты сізге оны? Хатшығыз жазып жіберді. Біз алдында орынбасарға хабарластық. Орынбасарларының бәрі Иә, 5 мен де адамның звондадым. телефонын берген бізге. Хатшығызға да звондадым, айттым. Басында жауап бермеді, артынан кейін мен мынаны аудан әкіміне жіберіңіз дедім. Давайте Өйткені аудан әкімі өзі уәде берген. Дөңгелек стол өткізіп береміз, уақытын кез келген өздеріңіз таңдайсыздар деген. Күнін таңдадық, бірақ 10 күн бұрын жіберіңіз деді. Мен 10 күн емес, 12 күн бұрын жібердім. Гүлзада, Содан кейін өзім хабарластым. уақыт өткізбейік, ондай болса қай жерде кездесіп отыр? Біз барамыз? Без Қай жерде проблем. кездесіп? Давайте. Маловасильский округ. Без проблем, айтыңыз. Айтыңыздар. Жоқ, точно айтыңыз. Сағат нешеге дейін болады? Біз барамыз, қазір қашады анау. Біз түсініп тұрмыз, ол бізден қашып жүр. Қазір ол жерге барамыз, ол айтады. Келіп кетіп қалды дейді. Дұрыс емес қой, мына адамдардың барлығы жұмысынан сұранып, бір күндік ақы. Жігітше сөз беріп, иә? Әкімнің өзі жігітше сөз беріп, енді шешіңіз мәселені. Жоқ. Сонда 4 телефон берші. Сол 4 телефонның жай ғана бере салған ғой, олар жұмыс істемейді адамдар. Ну, жұмыс істейді, бірақ бізді анау ар итеріп, бер итеріп, бұларға үйреншікті бол. Сонда халық соған үндемейді. Сол деген оларға ойыншық па, білмеймін. Соны айтам. Оның шақырады, ойыншық. Жоқ, дөңгелек столды әкімнің өзі айтты ғой. Біз айтқан жоқпыз. Өзі ұсыныс жасады. Өзі ұсыныс тастады. Иә. Дөңгелек столға ашып берейік, жиналыңыздар, келіңіздер, бірақ уақытын 10 күн бұрын хабарлаңыздар деген. 10 күн бұрын міне. 10 күн емес, мен 12 күн бұрын хабарладым. Өйткені сенбі жексенбіге түсіп қалды. Сол себептен 12 күн бұрын хабарластым. Әкімнің орынбасарына да хабарластым. Әкімнің хатшысына да хабарластым. Бірақ жауап болмады. Артынан кейін WhatsApp-ына жазған кезде бар, мынаны әкімге жолдаңызшы деп өтінген кезде бар. Жарайды, жақсы, 30-10 сағат 10-ға келіңіздер деді. Мен қай жерге деп жаздым. Сіздер бізге выездной қылып селоға келесіздер ме, саяжайға келесіздер ме, әлде біз әкімдікке келеміз бе? Әкімшілікке деп жазды. Оның бәрі мен скриндап, дайындап қойдым.